Қазіргі таңда тіл білімінің ономастика саласы Қазақстан Республикасында жүргізіліп отырған тіл саясатының басым бағыттарының бірі ретінде көп тілді, көп ұлтты елімізде үлкен саяси, әлеуметтік, мәдени маңызға ие болып отыр. Солардың жаңғырығында жер-су атаулары дүбірлі дәуірлердің тарихы мен халқымыздың көрнекті даңқты тұлғаларының есімдерін әйгілеп, ықылым заманнан қалыптасқан географиялық сипатын бейнелеген Шалқар ауданы. Шалқар ауданы Ақтөбе облысының оңтүстік шығысында орналасқан облыстағы ірі аудандардың бірі. Алғашқыда 1921 жылы аудан болып құрылған. 1922 жылы аумағында 6 болыс кіретін уезд. 1924 жылы 20 болысы бар аудан. 1932 жылы Ақтөбе облысы құрылғанда Шалқар ауданы болып құрылды. Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 2000 жылғы 10 наурыздағы жарлығымен Шалқар қаласының транскрипциясындағы атауы өзгертіліп, қазіргі уақытта Шалқар болып жазылады. Орталығы Шалқар қаласы. Түстігі Қарақалпақ жеріне тірелетін үстірт жазығы мен сол жақ беткейі Мұғалжар тауымен шектесетін Дархан даланың төсінде қоныс тепкен Шалқар жері тарихи қазына іспетті. Аудан бір қалалық және 12 ауылдық округке 32 елді мекенге біріктірілген. Аудан бойынша тәуелсіздік жылдары 13 әкімшілік аумақтық бірліктердің қазақша транскрипциясы өзгертілді. Шалқар аудандық мәдениет үйіне Сары Батақ атында Шалқар аудандық мәдениет үйі деген атау берілсе, Шалқар ауданына қарасты Біршоғыр ауылдық округі, Бершүгір ауылдық округі деп транскрипциясы нақтыланып қайта аталды. Жалпы аудан бойынша 371 көше бар. Жер-су, елді мекен, көше атауларына көңіл бөлу, оларды тарихи тұрғыдан реттеу жұмыстары тәуелсіздік алғаннан кейін қолға алына бастады. Шалқар қаласында бірнеше идеологиялық тұрғыдан ескірген көше атауларына жаңа атаулар берілді. Атап айтар болсақ, Ульянов, Перовский, Комсомол, Ленин, Октябрь және тағы басқа көптеген көшелер Мырзағұл Шуманұлы, Қарағұл Қонақбайұлы, Саршолақ Боранбайұлы, Есет Көтібарұлы, Әйтеке би, Азаттық сияқты атаулармен жаңартылды. Аудан бойынша ауылдық округтердегі Татыр, Достық, Теміржолшылар, Толағай, Мектеп сияқты көшелерінің атаулары қайталануына байланысты Әлихан Бөкейхан, Спандияр Көбеев, Әбілқайыр хан, Бауыржан Момышұлы, Қайрат Рысқұлбеков, Атақоныс, Жерұйық, Саржайлау деп қайта аталса, атаусыз көшеге Нұрғиса Тілендиев сияқты есімдер берілді. Алдағы уақытта жалпы халық санағы аяқталғаннан кейін аудандағы идеологиялық тұрғыдан ескірген көше атауларын өзгертуге дайынбыз.